көне түркі империясынан, түркі қағанатынан біз бастап аламыз. Бір ел, бір мемлекет, бір дәулет болған. Сондықтан да кейін біз мысалы жаңа Ташкентті билеген Тәуке ханның атақты билерінің бірі қырғыз Көкім би Қарашора ұлы. Ол кісі жайында көп деректер бар. Орыстың жазба деректерінде де бар. Сондай үнемі осындай жаңағы деректерді, осындай тарихи материалдарды қарап мен зерттеп жүрмін. Рахмат. Анан дагы bir суроо 1930 жылдары дейт. Бул биякта казактарда ачарчылык болуп, анан биз Карабалта биякта Жайыл району чектеш болуп, жанагы Степной деп атпайбы казактар менен. Анан ошол жактан бияка ачарчылыктан келген экен. Келгенде казактардын баарына тамак берип, бул жактагы бала кезде кандар бар да. Анан бир эженде ошол тайнелердин колунда болуп, айткан сөздөрү бар экен. Монда казан жарма жасап, оокат жасап, ачарчылыктан алып калган экен. Ошондой сиздерде кандай маалыматтар барбы? Бул дагы эки элдин ортосундагы багы ынтымактык. Эми бизде мисалы мынау 90-жылдар Одақ Советтер Союзы құлады ғой. Сол кезде мына қырғыз жастары бізге көп жұмысқа келді. Әртүрлі кәсіп істеді. Сонда біздің мына үлкен ақсақалдар, үлкен кісілер үнемі айтып отырады. Осы қырғыздар бізге ағайын халық, туыстас халық. Сондықтан да басқа көп халықтар келіп жатты ғой бізге, бәрі келді. Бірінші кезекте осы қырғыздарға жағдай тудырыңдар. Бірінші қырғыздарға жаңағы соларды көмек болса, соларға көмек көрсетіңдер деп сөйтіп жатты. Мен өз аузымнан естідім ақсақалдар. Жана ачарчылык боюнча сизге да ошону оюңуз калып коюңуз. Ачарчылык боюнча мына изилдеп ошол маалыматты. Кыргызга барып ачарчылыкка көп аман калган адамдар мына Алматы облусунун Узун Агаш жакта, сосын Кеген Нарынкол ауданында, осы жақтың халқы үнемі сол илтипатпенен жақсы көңілмен үнемі айтып отырады. Анда бар екен да, тарықты. Бір-екі жыл осы Қырғыздың жерінде болдық. Анда бар екен сіздер. Ошол тарықты дағы айтып қойған жаштар, азыркы жаштарға кандай болсо да башка мамлекеттерге дагы иш түшкөндө бир жерде боорукерлик болуп, осы кыргыз халкына, жалпы биздин халктын өтө кайрымды, мээримди. Бул кай убакытта ким типти тарихты билмейтин казактын өзү кыргыз десе ол кушак жайып каршы алат. Рахмат. Эки элдин ортосунда ынтымакты изилдеп атыптыр. Сизге рахмат. Ден соолукта болуңуз, келип туруңуз.